Бүгін біз тауда жиналған саңырауқұлақтан арнайы картошка қуырамыз. Яғни біз далада жинап алып келген саңырауқұлақты бірінші жақсылап турап, жуып, ыстық суға қайнатып аламыз. Яғни ыстық суда 15-20 минут қайнатамыз. Сосын бізге картошка керек болады. Саңырауқұлақты жақсылап қайнатып, осылай кептіріп қоямыз, суытып. Картошкамызды ашып, майдалап, турап дайындаймыз. Картошкамызды турап дайындаймыз. Қазанға майымызды құйып, майымызды жақсылап құйып, қыздырып, пиязбен қуырамыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін картошка саламыз. Картошка салып болғаннан кейін үстіне саңырауқұлағымызды саламыз. Сөйтіп 20-25 минутқа қоямыз. Өзінің суы шығып, өзі суланып, бұқтырылып піседі. Ас дәмді болсын. Саңырауқұлақты абайлап жеңіздер. Сақтық шараларын сақтаған дұрыс. Ас болсын. Каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.